Ипотекаға үй алатын адамдар шынымен соңында қанша ақшаға алып жатқанын білмейді. Осы қарапайым калькулятор арқылы сіз біраз ақпаратты алсаңыз болады. Және мысалға сіз 25 миллионның үйін алатын болсаңыз, соңында қанша қылып қайтарасыз, соны шамамен көрсетіп беретін болады. Ипотекаға үй алатындардың арасында, егер мен 25 миллион теңгеге үй алатын болсам, оны осынша айына осынша төлеп отырамын деп шамамен бір рассрочкаға алып жатқан сияқты қарайды. Негізі банктік жүйеде олай жұмыс жасамайды. Бірінші біз осы сайтқа өтеміз, сілтеме осы видеоның астында. Мына жерге біз ипотеканың үй алатын болсаңыз, бағасы қанша соны жазасыз. Мысалға айталық 30 миллион теңге. 30 миллион теңге деп алайық, және первоначальный взнос деген бар. Осы 30 миллионның сіз шамамен 30% болса, онда 9 миллион алдын ала төлейсіз. Қалғанын 20 жылға сіз ипотека ретінде аласыз деп алайық. Жылдық ставка Қазақстанда енді 20% пен 25-тің арасы, орташа алайық 22%. Одан кейін аннуитет деген. Екеуінің айырмашылығы қандай дейтін болсаңыз, қазір тоқталамыз оған. Аннуитетте сіз ай сайын белгілі бір сумманы төлейсіз, мысалға 389.983 теңге мына жерде көрсетілген. Ал дифференцированный деген жерде бұл кішкене басында мысалға 466.189 теңге болады. Жылдың 20 жылдың мысалға алатын болсаңыз, жылдың соңғы жағына қарай 10 жылдан кейін, 15 жылдан кейін азая береді, 89 мыңға дейін түседі. Бұның тиімді, негізі тиімдісі осы, оның бірақ көпшілігі оны таңдамайды. Бұның қалай жұмыс жасайтын қазір тоқталатын боламыз. Ең қызығы міне қараңыздар, 30 миллион теңгеге мысалға сіз алатын болсаңыз, мына жерде айына осынша төлейсіз, және переплата үстіне 72 миллион, общий сіз 20 жылдың ішінде негізі 93 миллион 595 мың 821 теңге қайтарасыз, төлейсіз. Яғни мына 30 миллионның үстінен тағы 72 миллион жарым қосылады примерно. Енді тағы бір қызық моментті қараңыз. Бірінші скачать график дегенді басамыз, жүктеп алып көрейік. Және сіз мына аннуитетті мен төлеген кезде, егер сіздің банкте қарызыңыз болатын болса, немесе кредит болса, ай сайын бірдей сума төлейтін болсаңыз, ол аннуитет деген сөз. Ипотекада да аннуитет деген бар. Сіздің қарызыңыз сол ипотека алған күннен бастап, мына жерде міне 93 миллион 595 мың 821 теңге, мына 30% төлегеннен кейінгі әрине. Итоговый сумма мына жерде 21 миллион болады. Бірақ мына жерде 93 миллион теңге, 93,5 миллион теңге қайтарасыз. Ай сайын төлем 20 жыл бойы өзгермейді. Мына жерде міне шамамен 389 мың теңге. 389 мың 983 теңге. Және бұл жерде мына цифраға назар аударыңыз. 93 миллион 205 мың 838 теңге. Бұл азая береді. Қазір мысалға 2026 жылдың 4 айының 11 болатын болса, келесі айдан бастап сіз осынша төлейсіз. Ал 10 жылдан кейін баратын болсаңыз, 2026 емес 2036. Бұл жерде бір қызық момент шығады. 2036 жылдың мысалға 11 айының 4-інде сізде әлі 46 миллион теңге үстінен қарыз қалатын болады. 46 миллион, 10 жыл төледіңіз. Егер үстіне тағы бір 5 жыл қосатын болсаңыз, 2041 жылы, онда сізде шамамен 24 миллион бәрібір үстінен қарыз қалатын болады. Яғни 15 жылдың ішінде сізде бәрібір 24 миллион. Ал аннуитеттінің басты мәселесі, банк бірінші мына 93 миллионнан өзінің долясын алады. Сондықтан сіздің мына қарызыңыз алғашқы 15 жыл болсын, алғашқы жылдарда сол банктің долясын төлеуге кетеді. Яғни сіз мына жерде мысалы 10 жыл төледіңіз. 10 жыл төлегеннен кейін егер сіз төлемей кететін болсаңыз, не болады деген вариант келуі мүмкін. Ондай жағдайда әрине банк үйді алады да сатып жібереді. Қазір енді заң бойынша бірден сатпайды. Оны бірінші уақыт береді, оны төлемеген жағдайда сатады және өзінің жетпеген долясын алады. Ал енді сіз үйдің сатқан бағасы оған жетпейтін болатын болса, мынаның үстінен плюс сізде қарыз қалуы мүмкін. Яғни 46 миллионның үстінен. Яғни сізде үй жоқ болады біріншіден, екіншіден 10 жыл төлеген ақшаңыз жоқ болады, и плюс үстінен қарыз қалуы мүмкін. Бірақ мына жердегі цифрлар ол примерно шығарып береді. Банкке барып ақылдасып көрсеңіз болады, ол жерде де примерно осындай цифрды шығарады осы аннуитетте.
енді әрине кейбір жағдайда ауысып қалуы мүмкін, ондай жағдайда сәл береді, бірақ оның өзінде сіз минуста боласыз. 10 жылдан кейін яғни төлемей кететін болсаңыз, банк бәрібір үйді ала алады. Егер дифференцированныйды қарайтын болсаңыз, мына цифрға назар аударыңыз. 72 миллион переплата емес, переплата 45 миллион болады. Итог к возврату 66 миллион теңге. Мына жерде мысалы 93 миллион. Сондықтан дифференцированный әрине тиімді. Скачать графикті көретін болсаңыз, мынау графикті басып көрейік. Бұл жерде кішкене 66 миллион қарыз, және мынау 2026 жыл, міне 2029-да 2026-2036-ға баратын болсаңыз, мына жерде міне 22 миллион қалады. Яғни общий 66 миллионнан 22 миллион қарыз қалады. Яғни бұл жерде тезірек азаяды сіздің қарызыңыз. Соңында міне дым қалмайды да, міне соңында 2046 жыл, міне шамамен 2044 жыл 130 мың төлейсіз. Мына жерде мысалы 186 мың, мына жерде 300 мың теңге. Басында кішкене көп тұрады, барған сайын азая береді, міне байқаған болсаңыз. Сондықтан мынау ипотека алатын кездегі мына ставка әрине 22 емес, кейбір жағдайда 25 болады. 25 болған жағдайда сіз мына жерде 30 миллионның орнына үстіне переплата 84 миллион болады, аннуитет болатын болса. Дифференцированныйда үстіне тағы 51 миллион қосып төлейсіз. Осыны өзіңіз сайттан ашып тексеріп көрсеңіз болады. Графиктер бар мына жерде, банктың өзіне хабарласып көріңіз, яғни осындай. Бұл жерде сізге нақты цифрларды көрсетеді. Ал жаңағы маркетинговый ходтармен аз қылып көрсететін немесе сол сияқты дүниелер әрине жұмыс жасамайды.